Адам баласы дүниеге бұл әлемнен мүлдем бейхабар келеді. Алайда шыр етіп туылған сәттен бастап, ол қоршаған ортадан үзілмей келіп жататын ақпаратты өзіне судай сіңіріп, оның миы қарқынды дами бастайды. Балаға сырттан ақпарат адамдардың айтқан сөздері арқылы, олардың балаға қалай қарап, қандай күтім көрсеткеніне байланысты әртүрлі болып келуі мүмкін. Бірақ ақпарат қандай күйде келсе де, адам баласы ол әрекет бастапқыда қандай ниеттен туындағанын сезеді. Және сол ниетке байланысты дүние жайлы, өзі жайлы, өзінің осы дүниедегі орны жайлы бейсаналы тұжырым қабылдайды. Мәселен, қарны ашып, анасын шақырып жылаған сәбиді бірденен емізіп, оған қамқорлық танытса, және бұл тұрақты түрде көрсетілетін қамқорлық болса, бала бұл дүниеге сенуге болады. Бұл әлем мейірімді, мен жалғыз емеспін, мен әлемге керекпін, себебі көмек сұрасам, көмек келеді деген бейсаналы тұжырым қабылдауы мүмкін. Бұндай бала мейірімге толы, бақытты бала болып өседі. Ал егер сол жылап, анасын іздеген балаға ешкім көңіл бөлмей, қараусыз қалдырса, ол бала әрине ертеме кешпей жылауын доғарады. Алайда бұл әлем қатыгез, бұл жерде маған орын жоқ, қанша талпынсам да, қанша сұрасам да көмек келмейді, себебі мен бұл әлемге керек емеспін, мен жаманмын, мен лайықсызбын деген іштей бейсаналы тұжырым, түсінік қалыптастырады. Айта кететіні, бұндай тұжырымға келу үшін баланың қажеттіліктері жүйелі түрде елеусіз қалуы керек. Міне осылайша баланың алғашқы өмір жылдарында қоршаған ортасынан алған ақпаратына байланысты, оның өмір жолы да әртүрлі болуы мүмкін. Сөйтіп, шамамен 1,5 жасқа дейін бала өзі жайлы, өмір жайлы, өзінің өмірдегі орны жайлы ең маңызды, ең негізгі бейсаналы түсінік қалыптастырады. Бейсаналы түсінік деген не? Бейсаналы түсінік, немесе басқаша айтқанда бейсаналы тұжырым деген, ол бала өзінің неге қорқақ, жасқаншақ, немесе керісінше, неге ашық жарқын, жайдары екенін түсіндіріп бере алмайды деген сөз. Себебі балада бәрін сараптап, сыни көзқараспен қарау қабілеті әлі дамымаған. Балаға не айтсаң да ол саған сөзсіз сенеді. Әсіресе бұл сөздерді ең маңызды, ең жақын адамдардан, өзінің ата-анасы, ата-әжесі, немесе жалпы кішкентай кезінде тәрбиелеп өсірген адамнан естісе. Егер бала ата-анасынан сен ақылдысың, сен өте әдемісің, қолыңнан бәрі келеді деп мейірім шапағатын төгіп өсірсе, ол бала есейген соңда қандай қиындықтарға тап болса да, өзіне деген іштей сенім арқылы дұрыс шешімдерді таба білетін болады. Оның ешқашан жақсылықтан үміт үзілмейді. Ал сенің қолыңнан түк те келмейді, мисыз, ақпақ-құлақ, арамтамақ деген сөздерден көз ашпай өскен бала есейген кезде де өзіне үлкендерден естіген сөздерді қайталап айтып, кез келген болмашы қиындықтарға беріле салып, салы суға кетіп, өмірдің ағысына бағына салатын адам болуы мүмкін. Алайда бұндай адам өз өмірін өзгертіп, бақытты бола алмайды деген сөз емес. Адам баласы ол ақыл иесі. Егер ол қаласа, өмірін гүлдендіріп, қалаған армандарына қол жеткізе алады. Кез келген адам сана сезім арқылы өзінің бейсаналы түйген тұжырымдарын аңғарып, саналы түрде өз өмірінің бағыт-бағдарын анықтай алады. Адамның миы өте қызық, қажетті қабілетке ие. Ол қандай қабілет десеңіз, ол энергияны үнемдеу қабілеті. Яғни адам баласы бастапқыда жаңа бір істі үйреніп жатқан кезде, ол оны саналы түрде үйренеді. Бірақ уақыт өте келе, жаңағы істі меңгерген адам оны бейсаналы түрде істейтін болады. Мәселен, қазір сіз жүріп тұра аласыз, отырып тұра аласыз.
және де ол автоматты түрде жүзеге асады. Мен қазір оң аяғымды басуым керекпін, содан соң сол аяғымды басуым керекпін деп ойламайсыз ғой. Сол сияқты ол бейсаналы түсінікке айналып кеткен сіздің мүмкіндігіңіз, сіздің қабілетіңіз. Бұл мидың автоматтандыра алу қабілетін адам өзінің өмірін өзгерту үшін пайдалана алады. Егер өзіңіздің өмірдегі жеткен жетістіктеріңізге, жалпы өз өміріңізге көңіліңіз толмаса, онда сіз саналы түрде оны көркейте аласыз. Қалай десеңіз, жаңағы бейсаналы түсініктерді басқа саналы түсініктермен алмастыру керек. Қазір аффирмациялар деген өте трендтегі құралдар ғой. Сол сияқты олар шынымен де сіздің бейсаналы өзіңіз қалаған дұрыс түсінікті қалыптастыруға көмектесе алады. Алдымен оны сіз өмірде көп рет қайталайсыз, өте көп рет қайталайсыз, содан соң ол бірте-бірте бейсаналы түсінікке ауысып, сізді әрдайым қолдай алатын іштей күшке айналады. Тіпті ол жақсы аффирмацияларды өз аузымен айтудың қажеті де жоқ. Оны ең бастысы сіз қайта-қайта тыңдау арқылы ми қыртысыңызда жаңа нейрожүйені түзе аласыз. Яғни, сол миыңыз дамып, бейсаналы түсінік қалыптасады деген сөз сізде. Сондықтан ешқашан жақсылықтан үмітіңіз үзілмесін. Сіз бұл дүниеге бақытты болу үшін келдіңіз. Егер де қазір өзіңізді бақытсыз сезінсеңіз, сіз оны өзгерте аласыз. Өзіңізді түсінуге, өзіңіздің жан дүниеңізді тануға талпыныңыз. Егер де талпынып істесеңіз, міндетті түрде жемісті боласыз. Бақытты немесе бақытсыз өмірді тек өзіңіз ғана таңдайсыз. Өзіңізге бақытты ғұмыр таңдаңыз.